Бірінші сыныптың математикасы. Бүгін 76-шы сабақтың тақырыбы кері есептер. Бұл сабақта біз біріншісі екіншісінен артық немесе кем болатын сандарды табуға берілген есептерді шығарамыз. Ендеше алғашқы тапсырмадан бастайық. Бірінші тапсырма. Бірінші тапсырмада былай дейді. Тапсырманы орында дейді. Орындамас бұрын біз берілгенін оқып алайық. Сонымен менімен ілесіп жүргізіп оқып отыр. Шабадандар мен қапшықтарды сана дейді. Шабадандар деп отырғанымыз чемодан, қапшықтар деп тұрғанымыз рюкзак. Қарапайым тілде айтатын болсақ, ендеше санайық. Шабадандардың саны қанша? 1, 2, 3, 4, 5. Шабаданның саны 5 екен. Ал жол қапшықтың, яғни рюкзактың саны қанша? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 жол қапшық бар екен. Міне, бұл есептің берілгені. Қысқаша шартын былай жазамыз. Есеп жол қапшық пен шабадан туралы ғой, екеуінің саны белгілі. Сондықтан оны жазып шығамыз. Жол қапшықтың саны қанша болды? 8 болды. Шабаданның саны қанша болды? 5 болды. Бұған сәйкес келетін сызба міне тұр. Қайсысы кем? Шабаданның саны кем. Сондықтан да қысқа сызбаға 5 деп жазамыз. Қайсысы артық? Жол қапшықтың саны артық. Сондықтан да ұзын сызбаға жол қапшықтың санын жаздық. Енді есептің сұрағында былай дейді. Біз нені табуымыз керек? Екеуінің қайсысы артық? Ойлана қойшы. Жол қапшық артық па, шабадан артық па? Дұрыс айтасың. Жол қапшық артық. Неден артық? Шабаданнан артық. Жол қапшық шабаданнан қанша дана артық екенін табу керек. Ол үшін біз 8-ден 5-ті азайтамыз. 8 бен 5-тің айырмасы 3-ке тең. Сонда жол қапшық шабаданнан қаншаға артық? 3-ке артық. Егер сұрақты былай өзгертетін болсақ, керісінше, қайсысы кем? Қайсысы кем? Шабадан кем? Неден кем? Жол қапшықтан кем, е? Сонда шабадан жол қапшықтан қаншаға кем деп өзгертсек сұрақты, не істейміз? Дәл солай 8-ден 5-ті азайтамыз. Нәтижесі 3-ке тең болады. Сонда 3-ке артық, 3-еуі артық, немесе 3-еуі кем деп жазуымызға болады. Бұдан шығатын ереже қандай? Егер де есепте екі санда белгілі болса, міндетті түрде екі деректе белгілі болып тұрса, екеуінің арасында осындай белгімен артық немесе кем екенін тап деген сұрақ болатын болса, біз осы ережені қолданамыз. Яғни, бір санның екінші саннан қаншаға артық немесе қанша кем екенін білу үшін біз белгілі сандардан үлкенінен кішісін азайтамыз. Міндетті түрде. Егер де екеуі де екі деректе белгілі болып, олардың арасында осындай нұсқар берілетін болса, және қанша артық, қанша кем деген сұрақ болатын болса, біз міндетті түрде бұл жерде үлкен саннан кіші санды азайтып, қанша артық немесе кем екенін табамыз. Осы алған білімімізді пысықтап, түсінгенімізді тексеру үшін жұмыс дәптеріне өтейік. Ал кеттік. Бірінші тапсырмасына қарайық. Міне, жұмыс дәптеріндегі 15-ші беттегі бірінші тапсырма. Екі санды таңда дейді. Мына жерден екі санды таңдауымыз кез келген. Сосын төменге есеп құрастырып, оны шығарып көр дейді.
Мысалы, кез келген екі санды таңдайық. 6 мен 3-ті таңдайық. Бірінші суретте шабаданның суреті берілген. Шабаданның нешеу екенін жазайық. Мына сандарды пайдаланып жазамыз. Мысалға айтайық, 6 дана дейік. Ал жол қапшық, міне жол қапшық. Жол қапшықтың саны екінші таңдаған санды пайдаланайық, 3 деп жазайық. Міне есептің қысқаша шарты құрылды. Сұрақ: қайсы артық? Шабадан ба, әлде жол қапшық па? Әрине, шабадан артық. Яғни шабадан жол қапшықтан қанша артық екен тап дейді. Қайсысы кем? Жол қапшық кем. Жол қапшық шабаданнан қаншаға кем екен дейді. Яғни бірі екіншісінен қаншаға артық, бірі екіншісінен қаншаға кем екен тап дейді. Бұл жерде біз жаңағы әу баста қолданған ережеге келеміз. Міне, мына ережеге ораламыз. Не істеу керек еді? Бір санның екінші саннан артық немесе кем екенін табу үшін біз белгілі сандардан үлкен саннан кішісін азайтамыз. Шешуі: үлкен санымыз 6, кіші санымыз 3. 6 мен 3-тің айырмасы 3-ке тең. Сонда жауап береміз. Шабадан жол қапшықтан шабаданның 3-еуі артық, немесе жол қапшықтың шабаданнан 3-еуі кем. Немесе былай да жазсақ болады. Дәптерге жазған кезде жинақы болу үшін артық 3-ке кем деп жазсақ болады. Енді осы есепке кер есеп құрастыр дейді. Дәл осы есепке төменге екінші тапсырмада кер есеп құрастыруымыз керек. Бұл жерде енді қарай ғой. Мұнда біріншісі белгісіз болса, белгілі болса, екіншісін белгісіз деп ал дейді. Сонымен жазайық. Шабадан кер есепте есеп не туралы екені мазмұны өзгермейді, сондықтан шабадан мен жол қапшық деп аламыз. Шабадан қанша дедік? 6. Ал енді жол қапшық. Жол қапшықтың санын белгісіз деп аламыз, бірақ қаншаға кем дедік жаңа? 3-ке кем. 3 данасы кем. Неден кем? Шабаданнан кем. Бұл жерде енді кем деп тұрса, біреу белгісіз болып, онда азайтамыз. 6-дан 3-ті азайтамыз. Нәтижесі 3-ке тең. Не белгісіз? Жол қапшық белгісіз. Жауап береміз. Жол қапшық 3. Бұлар өзара кер есептер болып табылады. Ары қарай келесі оқулықтағы келесі тапсырмаға өтейік. Ол үшін мен кітаптың келесі бетін ашамын. Және мұнда есепті шығаратын жолды дайындап қойдым. Екінші тапсырмаға қарай ғой. Берілген оқы. Тапсырмада былай дейді. Әр есепке сәйкес қысқаша жазылуын таңда және шығар дейді. Қазір осы А есебін, Ә есебін және Б есебін оқып, төменде берілген сызбалардың қайсысы дұрыс екенін таңдауымыз керек және шешуін жауабымен жазуымыз керек. Ендеше кеттік. А есебін оқимыз. 7 жол қапшық пен 5 шабадан тұр. Екеуі де белгілі. Шабаданға қарағанда жол қапшықтың нешеуі артық дейді. Енді төмендегі сызбадан сәйкес келетін ізде ғой. Екеуі де белгілі. Мына 3-ші сызба сәйкес келеді, е? Өйткені міне көріп тұрсың ғой, екеуі де белгілі болып тұр. Жол қапшықтың саны 7, шабаданның саны 5. Сұрақ: шабаданға қарағанда жол қапшықтың нешеуі артық дейді.
артық немесе кем санды табу үшін біз үлкен саннан кіші санды азайтамыз. Яғни 7-ден 5-ті азайтамыз. 2-ге тең. Сонда шабаданға қарағанда жолқапшықтың екеуі артық болады. Келесі. Ә есебін оқиық. 7 жолқапшық пен одан екеуі кем шабадан тұр. Неше шабадан тұр? Бұл жерде жолқапшықтың саны белгілі, ал шабаданның саны белгісіз, бірақ алғашқыдан екеуі кем дейді. Бұл жерде біз шабаданның санын табуымыз керек. Ал енді төмендегі екі сызбаға қарай ғой. Қайсында шабаданның саны белгісіз және кем деп көрсетіп тұр. Дұрыс. Бірінші сызба сәйкес келеді. Бұнда жолқапшықтың саны белгілі міне тұр. 7 деп жазамыз. Шабадан белгісіз, сұрақ. Шабадан белгісіз, бірақ нешеге кем дейді? 2-ге кем. Кем болған жағдайда деректердің бірі белгісіз болып, біріншісінен кем болып тұрса, онда біз азайтамыз белгілі саннан. Сонда 7-ден 2-ні азайтамыз, нәтижесі 5-ке тең. Демек, шабаданның саны 5 деген сөз. Келесі, Б есебін оқиық. 5 шабадан мен одан екеуі артық жолқапшық тұр. Неше жолқапшық тұр? Бұл жерде енді 5 шабадан белгілі, мұнда жазамыз. Жолқапшықтың саны белгісіз, бірақ алғашқыдан екеуі артық дейді. Міне белгісіз, екеуі артық. Егер де деректердің бірі белгілі болған жағдайда, артық деп тұрған болса, біз қосамыз онда. 5-ке 2-ні қосамыз, нәтижесі 7-ге тең. Демек, жолқапшықтың саны 7. Міне осылай есепті шығарсақ болады. Дәптерге жазу керек болса, міндетті түрде есептің осындай қысқаша шартын жазып, сосын барып төменге шешуі және жауабын көрсету керек. Мұнда оқулыққа сыймағаннан кейін мен жобалап көрсетіп отырмын. Келесі тапсырма. 3-ші тапсырма. Әр отбасы жүгінің жалпы массасын есепте және оларды салыстыр дейді. 3-ші тапсырмада. Біз қазір 1-ші отбасының және 2-ші отбасының жүктерін салыстыруымыз керек. Ол үшін барлық сөмкелердің массасын қосып шығамыз. 1-ші сөмке 3 килограмм болса, оған 2-ші сөмке 2 килограммды қосамыз. 3 пен 2-ның қосындысы 5-ке тең. Оған тағы 5 килограммды қосатын болсақ, 10 килограмм болады. 10 килограммға жасыл рюкзактағы 10 килограммды қосатын болсақ, 20 килограмм. 20 килограммға соңғы жасыл рюкзактағы 10 килограммды қоссақ, барлығы 30 килограммды құрайды. Яғни, бірінші отбасының сөмкесінің жалпы массасы массасы 30 килограммды құрайды. Анықтадық. Келесі, енді 2-ші отбасының сөмкелерін санайық. Алғашқы тұрған бірдей шабадан 5 килограммнан болса, 5 килограммға 5 килограммды қосамыз. 10 килограмм, оған 3-ші тұрған сұр шабаданды қосамыз, ол 20 килограмм. 10 мен 20 килограммның қосындысы 30 килограммға тең болды. Енді бұл 30 килограммға біз мына қоңыр чемоданның массасын қосамыз. 30-ға тағы 20 килограммды қоссақ, 50 килограмм болды. 50 килограммға соңғы сары чемоданның 10 килограммын қосамыз. Болады 60 килограмм. Сонда 2-ші отбасының сөмкелерінің жалпы массасы 60 килограмм екен. Енді салыстырайық. 1-ші отбасыныкі 30 килограммға тең болса, 2-ші отбасыныкі 60 килограммға тең.
Қай отбасының сөмкесінің массасы артық? Екінші отбасының сөмкесінің массасы артық. Қай отбасының сөмкесінің массасы кем? Бірінші отбасының сөмкесінің массасы кем. Қаншаға артық, қаншаға кем? Мысалы, екінші отбасының сөмкесінің массасы біріншіне қарағанда қаншаға артық, қаншаға кем екен табу үшін біз үлкен саннан кіші санды азайтамыз. Сонда екінші отбасының сөмкесінің массасы 30 килограммға артық. Бірінші отбасының сөмкесінің массасы 30 килограммға кем. Дәптерге осылай жазуымызға болады. Келесі тапсырма. Төртінші тапсырма есепте және тексер дейді. Біз алдымен есептеп аламыз, одан кейін тексереміз. Бұл жерде тағы бір ережені еске салу керек. Қосуды біз азайтумен тексереміз, ал азайтуды керісінше қосумен тексереміз. Ендеше бірінші өрнек. 70 пен 30-дың айырмасы нешеге тең дейді. 70 пен 30-дың айырмасы. Бірден азайтатын болсақ, бірден есептеуімізге болады. Немесе азайту білмейтіндеріміз 30 деп тұрғанымыз ол 3 ондық, 70 дегеніміз 7 ондық. 7-ден 3-ті азайтамыз. 4 ондық, 4 ондық дегеніміз 40. Демек, 70 пен 30-дың айырмасы 40-қа тең. Тексереміз азайтуды қосумен. Шыққан 40 санына азайғышты қосып көрейік. 30-ды қоссақ, үлкен сан азайғыш шығу керек. Азайтқышты қоссақ. 70-ке тең шықты. Келесі. 90 мен 20-ның айырмасы. 90 дегеніміз ол 9 ондық, 20 деп тұрғанымыз ол 2 ондық. 9-дан 2-ні азайтайық. 9-дан 2-ні азайтсақ, нәтижесі 7-ге тең. 7 ондығымыз ол 70. Тексерейік. Шыққан 70-ке азайтуды қосумен тексереміз ғой. 70-ке азайтқыш 20-ны қосамыз. Сонда ең үлкен сан азайғыш шығу керек. 70 пен 20-ның қосындысы 90-ға тең. Міне осылай барлық өрнектерді есептеп, жанына тексеріп жазып шығасың. Алғашқысын көрсетіп бердім. Бұл оңай тапсырма болғандықтан кейінгілерің өзін орындауыңа болады. Бүгінгі сабақ осымен тамам. Келесі сабақта кездескенше сау бола ғой. Егер сабақтар ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де ұсыныстарыңыз болса, міндетті түрде комментарийға жазып отырыңыздар. Рахмет.